Мына жерде енді біз неге көтеретін жеріне келдік. Тілінің бұл жерде 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. 18-дің мынау бетін тоқымай, осы жерден енді тілін шығарамыз. Енді мына жерде 30 болды. Осы жерден мына бетіне не қылмаймыз, осы жерден тілін шығарамыз. Осы жерде аяқтадық. Енді біреу көтереміз. Біреу көтеріп, мына бетіне айналдырып, осы жерден мынау ұзын тоқылған жеріне мына біреу тастап, мынадан көтереміз біреу, содан біреу тастап, мына екіншісіне ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, осылай мына бетіне шейін алып келеміз. Мына бетіне келдік, енді оны ұзын, келесі қысқа, келесі мына жерден ұзын аламыз. Сонымен тағы біреу көтереміз. Мына бетіне бұл біздің тіліміз. Көтеріп, осы жерден іліп алып, келесіге тоқимыз. Жаймен әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Осыны тоқып, осылай оюмен тоқып, тағы 12 қатар көтереміз. Мына жерге келдік, тілін шығардық. Осылай мынандай оюлардан 12 болу керек. Мынандай қатардан 29 болу керек. Санап жіберейік, бәріне түсінікті болу үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29. 29-шы қатардың мына сол жағынан қысқартамыз. Енді бізде тағы бір қатар қалды. Үш жерден біреу көтердік. Мына жақтан біреу көтердік. Сонымен ортада мына өзін келесіге ортаға екеу қалдырып, келестен тоқимыз. Біреу. Әр ой. Кешесіздер. Мына жерден 29-дың мінекей. 29-ның қатарына біреу көтереміз. Енді ойып салуды ұмытып кеттім. Бұл жерден біз біреу екеу қалдырғанда мына жерден төбесінен тоқимыз. Мынау ұзынын тоқимыз, қысқасын тоқимыз, ұзынын тоқимыз. Осылай осы жерге апарамыз. Бұл жерде біреу, екіншісін алып, көтеріп, және тағы біреу көтеріп, төбеге енді келесі қатарын тоқимыз. Бізде осы ең соңғы қатар тоқып, осы бетке шейін апарамыз. Мына бізде соңғы қатарымыз, осымен 30-шы қатарымыз болады. Менде мына жері 12, 3, 6, 9, 12 болды. Ал бұлай әр нені санағанда 23. Үш жерден бастап 23 көтердім. Әр қатар. Үстіп, соңына шейін барамыз. Осымен тіліміз аяқталды. Ең соңғы неміз үш жерден бұлай көтеріп, жібімізді ортасынан өткіземіз. Кес қымау үшін. Енді бұны айналдырып, үш жерде тіліміздің несін ұрып шығамыз. Шетін. Үш жерден дәл үш жерден бұрышынан алып, бірінші
әр неге, әр шетінде, әр ұяшыққа бір-бірден тоқып шығамыз. Ыңғайсыз болып жатыр. Осылай мұны шетін айналдырып, осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Енді осы жерден мына бұрышқа кіргізіп, күршегімізді, жұмыс жібімізді алып, күршектағы жіптен өткізіп, осы жерден аяқтап бітейміз. Түйіндеп, осы жерде деп қоямыз. Енді осы жерден бастаймыз қайтадан. Мен де мына жерде белгілеп қойдым. 14-ші қатар. Мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-ші қатар белгілеп қойдым. Енді осы жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, осы жерден алып біреу, екеу, үшеу, осындай анау мына шетінде тұрғандарға кіргізіп, үшеу, төртеу, бесеу, сеу, алтау, жетеу, сегіз, мен осыны бұрыштағымен 9 болады. Бұрышын шығардық. Енді ары қарай әр ұяшыққа бір-бірден тоқимыз. Ішке қарай кіргізе салайын. Әр ұяшыққа бір-бірден тоқып, орамсыз бір-бірден тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Енді осы жерден мына бұрышқа келдік. Енді осы жерден мына бетінен, мына дәл осындай мінеке. Жақыннан көрсетейін, дәл осындай жерінен осылай алып, үшіден біреу, келесі, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, жай көрсетейін, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Нәрмектерімізді аластырамыз. Енді осы жерден біреу көтереміз. Енді оюымыз саламыз. Біреу көтеріп, біріншісі
қысқа. Осы жерін жөндеп қараңыздар. Мынауның астында бір мынау тұрады, соның астына өздеріңізге көрінеді кейін. Соның астынан ұзын, мынау қысқа. Мынаның астында, мына астындағы петляға кіргізіп, ұзын, қысқа. Мынаның астындағы петля өз шетінде тұрады, мына шетінен тоқыдық қой. Соның астына кіргізіп, ұзын, қысқа, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Осылай осы бетке шейін алып келеміз. 36, 37, 38, мында астына кіргіземіз. 38, 39. Тура екінші пар аяқпен тура бірдей болды. Мына ең соңғысына іліп, осы жерден енді аяқтап, енді біз нені алдын қосуды не қыламыз? Осы жерден қосамыз, осыған жөндеп қарабаңыздар. Бұл жерде соңғысын аяқтадық, сол жерге тағы біреу ілеміз, тағы біреу. Сосын көтереміз. Енді осы жерден ары қарай жаймен тоқимыз. Әр ұяшыққа бір-біреуден. Жаңа көтерген ұяшығымызға да тоқимыз. Осылай әр ұяшыққа, мына ішкі жағы оюсыз жаймен тоқылады. Әр ұяшыққа бір-біреуден. Осылай осы жаққа шейін алып келеміз, мына бетіне шейін. Біз осыны мына бұрышқа келдік, енді осы жерді жөндеп қарабаңыздар. Осы біреу, ең соңында тағы бір ұяшық қалды. Мына ең соңғы ұяшық, ең соңғы ұяшыққа біреу іліп аламыз. Және сол ұяшыққа қайтадан біреу. Енді оны көтереміз. Осылай ендігі қатарымызды, оюларымызды саламыз. Бұл жерде мынауымыз не жерде қысқа болады, не жерде ұзын болады. Бұны қысқа қыласамыз. Қысқа, қысқа, келесі ұзын. Мынаның үстіне, ұзынның үстіне қысқа тоқимыз. Ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Осылай мына бетке шейін барамыз. Мынау қысқа, жерде ұзын. Мынау ең соңғымыз қысқа. Енді осы жерге тағы біреу. Осы ұяшыққа тағы біреу тоқимыз. Сөйтіп тағы көтереміз. Дәл үстіп, жаңа мен арғы бетке барғанда жай тоқығанын көрсеттім. Енді оюмен тоқығанын көрсеттім. Дәл осындайдан қазір бізде бір қатар, екі қатар болды ғой. Енді тағы екі қатар дәл үстіп тоқимыз. Мінекей
Ошол жерде биз 4 катар токудук. 1, 2, 3, 4 бәріне бағанағыдай көтердік. Енді мына бетіне сол жағына келген кезде енді мынандай бауларын ұяшықтарын істейміз. Алдыда 1, 2, 3, 4 тұрады. Бос ұяшықтың 4 тұрады. Осы жерден 1, 2 көтеріп, араға 1, 2 тастаймыз да, осы жерден жіп іліп алып, 2 болды. Мынаусына да жіп ілеміз, 3 болады. Соны 3-ін 1-ден шығарамыз. Осы жерін жақсылап көрбаңыздар. Сосын көтереміз. Енді қысқартамыз. Осы жерден бастап қысқартамыз төбеге қарай. Онкен баулардың орындарын істейміз. 1 көтердік. Енді осы жерден 1, 2 аламыз. Сонда 3 болады. 3-ді қайтадан 1-ден шығарамыз. Енді 1 жай тоқимыз. Енді келесіге барлық ұяшыққа 1-1-ден тоқып шығамыз. Осылай қатты қысып бос қылмай әр ұяшыққа 1-1-ден тоқып шығамыз. Айналдырып әкеп осы жерге шейін келеміз. Мына бетіне келдік. Енді бұл жерде де 1 ұяшық, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 қалдырып, қалғанда 2 рет көтереміз. Бұл жақта да бауының несін жасайын деп жатыр. Ортаға 1, 2-ін қалдырып, үшіншісіне іліп, 1, мынамен 2. Сонда мынада 3 тұр. Сол 3-ден 1 шығарамыз. Сосын 1 көтереміз. Енді мына жағына шығып, мынау тұрған осы көтерген жердегі ұяшыққа кіргізіп, осы жерден 1, мынау ұяшықтың ішіне 1, 3-ден 1 шығарамыз. Және тағы осы ұяшықтың ішіне 1 тоқимыз. Сосын ары қарай әр ұяшыққа 1-1-ден тоқып шығамыз. Әр ұяшыққа тоқимыз осылай. Ой. Кешіріңіздер, мен жерден шатасып қалдым. Енді несін тоқиды екенбіз ғой. Мынау ұяшыққа 1 тоқыдық. Енді бұл жерде мынау жерге ұзын тоқимыз. Келесі мынау ұзынның үстіне қысқа. Енді ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Осылай мына бетке шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Енді осы жерде мынау бітетін алдында 2 ұяшық тұрады. 1, 2 ұяшық тұрады. Соң ұяшыққа 1 шығарамыз. Келесі ұяшықтан тағы 1 шығарамыз. Енді 3 болды. 3-ін 1-ден шығарамыз. Және тағы көтереміз. Енді бұлай қаратып, осы жаңа көтерген жерімізден мына ұяшыққа 1, келесі ұяшыққа 1, енді осы 3 ұяшықтан 1. Ары қарай әр ұяшыққа 1-1-ден тоқимыз. Осылай осы бетке шейін барамыз. Енді мына соңына келдік. Осы жерден осы ұяшыққа кіргіземіз. Келесі ұяшық кіргізіп, осы 3 ұяшықтан 1 шығарамыз. Және көтереміз. Және осы жерден тағы 1 өзінен, келесіден 1 шығарып, 3-ден 1 шығарамыз. Енді ары қарай мынадан ұзын аламыз. Қысқа, ұзын, қысқа, ұзын. Дәл осылай бізде 6-шы қатарда 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы қатарда қазір артын қысқартамыз. Қазір неше үшін тоқып алып келейік. Артына келдік. Енді бұл жерден біз
осы жерде, мына жерде дәл ортасы, сол жерден белгілеп, мына жерде 1, 2, 3, 4, төртіншіге іліп қойдық. Осы жерден белгіленгенде мына жақта да 1, 2, 3, 4. Сонда 9 болады. Мына ортадағымен 9 болады. Соны артын қысқартамыз енді. Осы жерден келесіміз қысқа, келесіміз ұзын, үшеуін біреу шығарамыз. Біреу ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Енді осы жерде үшеу қалды, соны ұзын, мынаны қысқа қылып аламыз. Үшеуін біреу шығарамыз. Келесі мінекей қысқа болады. Келесі ұзын. Қысқа, ұзын. Осылай қатарды бітіріп, келесі қатарды да дәл осылай, бірақ ортасын 3 жерден қысқартамыз. Мынау бізде 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші қатарда жаңа біз 4-4-тен 9 қысқарттық. Мынау енді бізде 7-ші қатар. 7-ші қатарда біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ортасын тауып алып, ортасында тұр, екі шетінде үшеу. Енді тағы бір 7-ші қатар қысқартамыз. Жаңа 6-ші қатар қысқарттық. Енді 7-ші қатар қысқартамыз. Осылай үшеу шығарып, үшеуден біреу шығарамыз. Бұл қысқамыз, мынау ұзын, мынау қысқа, мынау ұзын, мынау қысқа, мынауымыз ұзын. Осы жерден мынауымызды алып, біреу шығарып, үшеуден біреу шығарамыз. Енді бұл жерде ұзын болды. Енді мына жерде бұл ұзын тұр. Сол үшін жанынан аламыз. Қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын. Осымен осы 6-ші мен 7-ші қатарды қысқартамыз, өйткені аяқтың осы жерде иілгенін жетіп тұрады. Соған келесі қатарды қысқартпаймыз. Осылай тоқып шығамыз. Осылай бір қатар 2, 3, 4, 5, 6, міне 6-да қысқарылды, 7-де қысқарылды. 8, 9, 10, 11 қатар істейміз. Қазір 10-ші қатарда мына жерді шығаруды көрсетем. Бізде мынау неге аяқ жағында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мына 10-ші қатарға келдік. 10-ші қатарда мына жерде 4-еу, мынандай артын шығаруымыз керек. Осыны сырттан шығарамыз. Тура ортасын тауып, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осылай 4-еу өткізіп, енді келесі қысқа, келесі, келесі ұзын, келесі қысқа, келесі ұзын. Осылай аяғына шейін тоқимыз. Енді айналып келдік, ішкі жағын тоқимыз. Мынау арт жағындағы осыны тоқиын деп жатыр. Енді іш жағынан бұрышқа келдік.
іш жағынан үш жерде өрілген тұр. Біз сырт жағынан алған. Соны мынау ішкі жағын емес, ортасынан аламыз. Мынау ар жақтан қайылып келгенде мынаған кейін қосылады. Осы өріліп тұрған, мінекей жөндеп қараңыздар, сырттан тұр. Сыртқысы, мынау ішкісі. Соның сыртқысынан емес, ортаңғысынан аламыз. Тоқып. Біреу, екеу, үшеу, үшеу, төртеу, болды. Енді арты дайын болды. Қазір кейін бөлек тоқып аламыз оны. Ары қарай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып шығамыз. Біз соңғы қатарымызға келдік. Үш жерден біреулеміз. Екеуін соңғысын ілеміз. Сөйтіп үшеуден біреу шығарамыз. Сөйтіп былай тартып жібімізді ортасына шығарамыз. Қоямыз. Енді осы жерден былай бос қып ұстап, жерден осы жерге әкеп, мынау емес, келесі, мынау ілініп тұрған емес, соның келесінен жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Бос болып тұру керек үстіп. Енді сол жақтан оның жақ қарай тоқимыз. Әр ұяшыққа сондай шетінен алып, сәл қиындау, бос қып. Келесі ұяшыққа осылай айналдырып, осындай болып шығады. Соны осылай осы жақтан алып келіп, әр ұяшыққа тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Ең соңғысын тоқып аяқтаймыз қазір. Біреу, екеу. Енді мынау жаңағы қатарынан, мына қатардан келесіге. Келесі ұяшыққа кіргізіп, осы жерден шығарамыз. Енді ең соңғы қатарымызды жүрейін деп жатырық. Осы жаңа мына жерден аяқтадық. Жұмыс жібімізді алып шығып, мына күршектегі жіптен өткізіп, қайтадан шығарып, қайтадан жұмыс жібімізді алып, күршектегі жіптен өткізіп, қайтадан көтереміз. Келесі ұяшыққа жіпті алып шығып, күршектегі жіптен өткіземіз, көтереміз. Осылай
кіргізіп, жұмыс жіпті алып шығып, крючоктағы жіптен өткіземіз, көтереміз. Дәл осылай аяғына шейін осыяққа шейін алып келеміз. Арт жағындағы нені шығарамыз. Осы жерден ең соңғы ұяшыққа кіргізіп, сөйден жұмыс жібімізді алып, жұмыс жібімізді шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді жұмыс жібімізді көтеріп, бұл жақтан осы жіптің астынан тоқимыз. 5 шығарамыз. 1, 2, 3, 4, ең соңғысы 5. Және көтеріп, 1, 2, 3, 4, 5. Және көтеріп, осылай тағы 2, 3 қатар жүріп, ар жағына қосамыз, арғы бетіне. Мындай шығып тұрады, соған қосамыз. Мінекей осымен аяқ киімді біттік. Негізі 2 аяқ киімді бірдей тоқыған дұрыс. Ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазып, подписка жасаңыздар.